Сәлем магистратураға тапсырушы талапкер, бүгін біз тағы да магистратураға тапсыратын ағылшын пәнінен нұсқа талдайтын боламыз. Бүгінгі біздің сұрағымыз: As far as I know, you are working on this project. Менің білуімше, сен осы жоба бойынша жұмыс істеп жатсың. Енді осы жерге бізге бос жерге үстеу қою керек. Үстеу ағылшынша бізде adverb. Мына жердегі енді қай сөзде сәйкес келеді, соны табамыз. Негізі ағылшын тілінде adverb үстеудің жасалудың жолы ол ly жалғауы жалғану арқылы жасалады. Бірақ бұдан бөлекте исключение бар. Исключение яғни irregular adverbs. Яғни ол сөз түбірімен толығымен өзгеріп кетеді, немесе мүлдем өзгермейді. Сондай сөздер. Енді осы жерде бізде сол C вариантындағы hard сөзі. Hard сөзі мүлдем өзгермейді. Үстеу болса да hard болып, сын есім болса да hard болып тұра береді. Hardly деген бұл жерде ly жалғанбайды. Harder деген бізде мүлдем салыстыру, компаративті рөлін ойнап тұр. Және де hardly ever деген бізде мүлдем басқа сөз, сирек деген мағынаны білдіреді. Сонда бізде C жауабы дұрыс.